Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын мраморлы кексті жасаймыз. Жасап көруге кеңес беремін, еш өкінбейсіздер. Кеттік, алдымен бізге бөлме температурасындағы тұрған сары майымыз керек. Егер де сары майыңыз мұздай болса, онда оны микроволновкаға 10-15 секундқа жылытып алсаңыз болады. Одан кейін оған қантымызды қосамыз, осылай жақсылап барлығын венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Араластырып болғаннан соң оған 3 жұмыртқамызды қосамыз. Бұл кексті маған бір ұнайтын жері, ешқандай миксердің қажеті жоқ. Барлығын араластырып, тек пешке сала қоясыз, бірақ дәмі керемет дәмді болып шығады. Мінекей осылай барлығын біркелкі етіп араластырып отырамыз. Одан кейін 3-2% сүтімізді қосамыз, араластырамыз. Сүтіміздің температурасы маңызды емес, мен тоңазытқыштан алып бірден қостым. Жақсылап араластырып болғаннан соң, мен ұнға қопсытқышты бірден қосып жердім. Енді әдемілетіп, електен барлығын өткіземіз. Өйткені електен өткізілген ұн өте дәмді, және де біздің кексіміздің жұмсақ, үлкен, үлпілдек болып шығуына әсер етеді. Сонымен қатар достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт салынса, бірден сізге хабарлама келетін болады. Немесе менің осы видеомның астында инста парақшам бар, сол парақшама да тіркеліп қойсаңыздар болады. Енді әдемілетіп барлығын бір бағытта араластырамыз. Одан кейін үйде ванилин немесе ваниль қанты болса, осы кексімізға қосамыз. Ол біздің кексімізға ерекше дәм береді. Мінекей біздің қамырымыз, қоспамыз дайын болды. Енді оны әдемілетіп екінші табамызды алып, теңде 2 бөлікке бөлеміз. Енді манағы бөлінген екінші бөлігімізге 2 ас қасық какаомызды, 20 грамм сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейбір адамдар шоколадты массаны қатты жақсы көрмейді. Сол себепті бұл кексті шоколадты массасын азырақ қылып салсаңыз да болады. Ол әрине өзіңіздің қалауыңызша. Енді әдемілетіп, осындай формамызға 2 қасықтан дәл видеодағыдай әдемілетіп біркелкі етіп саламыз. Кексіңіздің формасы дәл осындай болу шарт емес. Үйіңізде қандай форма бар, сондай формамен жасасаңыз да болады. Дөңгелек болса дөңгелекті, 4 бұрышты болса 4 бұрышты. Алдын ала 180 градуста пешімізді жақсылап қыздыру. Осы кезден бастап қыздырып бастаймыз. Шанышқының көмегімен енді кексімізға узорларымызды жасаймыз. Менде сол видео өшіріліп қалған, қыздар, айып етпеңіздер. Кексімізді 40-45 минутта 180 градуста пісіреміз. Кексіміз дайын болды. Енді оны жақсылатып суытып аламыз. Бетіне шоколадты ерітіп, әсемдік үшін осылай жақсаңыз да болады. Арахистерді да себуге болады. Ол біздің кексімізге ерекше дәм береді. Мінекей кексіміз дайын. Мен оны шоколады қату үшін 1 сағаттай тоңазытқышқа салып қойдым. Енді әдемілетіп видеодағыдай кесіп көрейік. Ерекше дәмді кексімізді енді кесіп көрейік. Жұмсақ, қыздар, үлпілдек болып шығады. Осы ортасы осындай мраморлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Каналыма тіркеліп, маған лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.